Сәлем достар, сіздермен банна пипай пирогын жасаймыз. Алдымен қант пен жұмыртқаны араластырамыз. Үй температурасындағы сары майды салып араластырамыз. Содан кейін ұн мен қопсытқыш саламыз. Қамырымызды илейміз. Енді формаға салып, видеодағыдай жайып шығамыз. Қамырымыз бір келкі болған дұрыс. Креміне 33% сливки, клегей, оған қант ұнтағын немесе қант саламыз. Сливки мен қантты араластырамыз. Сливкиміз міндетті түрде суық болуы қажет. Себебі креміміз шықпайды. Бізге 2 банан қажет, бананды турап аламыз. Енді вареный сгущенка қажет, варенька сгущенканы жағып аламыз. Үстіне бананды қойып шығамыз. Одан кейін кремімізді осындай домалақ насадкамен құйып шығамыз. Егер бұндай насадка болмаса, кез келген кондитерлік мешоктың ұшын қиып, осылай құйып шығуға болады. Үстіне какаоны сеуіп шығамыз. Бұл пирог өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.